Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай талқан мен тарыдан әдемі чизкейк дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажетті ыдысымызға талқанымызды және де мен осындай южный печеньені езіп қостым талқанмен бірге. Печеньямызды, шекерімізді және бір жұмыртқамен 82% майымызды ерітіп осылай қосып, барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Талқанымыз печеньемізбен осылай бір-біріне біріккенге дейін араластырамыз. Әдемі бірігіп тұр. Енді осыны табамызға салып, барлығын жақсылап шет-шетіне тигізіп, табамызға әдемілеп орналастырып аламыз. Міне табамызға әдемі орналастырып алып, ішіндегі салмасын жасағанға дейін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Осында 50 грамм тарымызды жақсылап 3-4 қайтара жуып, оның үстіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, тарымызды бұқтырып қоямыз. Одан кейін таза ыдысымызға таразымен өлшеп, қаймағымызды, қоюлатылған сүтімізді, 2 жұмыртқа, құмшекер және кукуруз крахмалын қосып, салмасын дайындаймыз. Барлық қосылатын заттардың мөлшерін астына описаниеге толықтырып жазып өтетін боламын. Осылай ортасындағы салмасын дайындаймыз.
мінекей жақсылап араластырып алғаннан кейін жаңағы тоңазытқыштан табамызды алып, үстіне начинкамызды құйып, қызып тұрған 180 градус пеште 35-40 минутқа, әркімнің пешінің қызу деңгейіне қарай 30-35-40-45 минутта пісіріп аламыз. Мен 180 градуста 35 минутта пісіріп алдым. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Табамызды суығаннан кейін суырамыз. Әдемі болып пісіп шықты. Міне шет-шетін бәрі өзін ұстап тұр. Барлықтарыңызда жасап көріңіздер. Ертең айт мерекесіне әдемі қылып дастарханға қойғанға өте әдемі, ерекше шықты. Менің каналымда көптеген пайдалы рецепттер бар. Тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Жасап көріңіздер, ас болсын.